біздің есімізге Мұса Шорманұлын өлімнен алып қалған Кенесары ханның бәйбішесі еске түседі. Ол оқиға былай болған екен. 1883 жылы Кене хан ел еркіндігі жолында шахит кеткен әкесі мен ағаларының орнына өзі атқа қонып, тікелей ұлт азаттық жолындағы күреске бел буып, қайратына мінген кезі дейді. Қаһары да, қайраты да тасып тұрған 36-37 жастағы мүшел шағы екен. Сол кезде Шорманның тұңғышы Мұсада баламын демей, 15 жасынан елге бас болып, 19 жасқа шығып, жаңа көтеріліп келе жатқан күн көзіндей жарқырап, шапақ шашып, қалың қауымға танылып, айтса сөзі, атқарса ісі ұнап жатқан кез екен. Аға сұлтандық жауапкершілік лауазымы бар болғандықтан да болар, Кене ханның үстінен омбыдағы орыс әкімшілігіне Мұсаның жазған шағым хаты ханның өз қолына түсіпті. Айғақ анық, асуға да, атуға да негіз және дәлел бар. Жазалау үшін жіберген сарбаздары Мұсаны алып келіп, өлімге бұйыратындарға жасалған қамау үйінде ұстайды. Ажал күтіп Тәңірге жалбарынып жатса, бір күні әлдебір жанашырдан мынандай хабар естеді. Кене ханның бәйбішесі отағасына шай беріп, көңілі жай болып дастархан басында отырғанда, хан ием, Мұса өлімге қияр бала емес қой депті. Сүйікті зайыбының бір ауыз байсалды сөзіне құлақ асқан ақылды хан жас Мұсаны өз алдына әкелдіріп, неге менің күресіме қарсы болдың? Дәлелдеп шындығыңды айт дегенде, дәлелдеп отырып ол шындығын өзіне бетпе-бет ашық айтқан соң, Мұсадан ол, осы жазадан босатсам, не қылмақ арман мұратың бар деп сұрағанда 19 жасар Мұса, еліме еңкейгенше қызмет ету деген екен. Осыдан соң болашақта Мұса мырза Шорманов атанған жас Мұса бүкіл қазақ жұртына үлгі өнеге, ұлтшылдық ұлағат танытып, шарапатын тигізеді. Ертістің бүкіл сол жағандағы ұлан ғайыр қырға, Есіл Нұра аралығына соның ықпалымен еуропалық озық үлгі өнеге ғылым енді. Шоқандай ұлтымыздың ұлына Мұса мырзаның нағашы ағалық ақылы, Потанинде оның жас ақ пейілді достарына қазақ халқының қасиетін танытуы тамаша тәлімдер мирас болды. Мұса мырзаның осылай ханның ақылды бәйбішесінің арқасында аман қалуынан қазақ жұртына қанша ғажап шарапаты тиді десеңші. Ақкелінде тұңғыш еуропалық типтегі 6 жылдық мектеп ашылды. Алғашқы 2 жылы ата-баба діні, Алланы таныту, 4 жылы бастауыштық пәндер болды. Ол мектептен ұлтымыздың ұлтшыл ұлдары Алаш Арысы, Мұхтар Саматов, Асфандияр Шорманов, Ғабдул Ғазиз, Имантайұлы Сәтбаев, Әбікей Зейінұлы Сәтбаев, Әбдірәкім Жәмінұлы Сәтбаев, Қаныш Имантайұлы Сәтбаев секілді бүкіл қазақ халқына қадірлі азаматтар алғаш білім алды, қанат қақты. Алланы білді, әріп таныды, тамаша ұлтжанды тәрбие алды. Мұса мырзадай пассионарлық тұлға Кене хан жазасынан аман қалып, басшы болмағанда, ондаған академик шықты дейтін Баян ауылын көзге елестету қиын болар еді.